Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Белестемова Нұржамал Қосымтайқызы, Алматы қаласы Алатау ауданы номер 201 мектеп-гимназияның информатика пәні мұғалімі боламын. Үздік педагог конкурсына қатысушы ретінде 8 Б сынып оқушыларына өз сабағымды жүргіздім. Сабаққа балалар несілерге сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, 45 минуттық сабақты 15 минутқа сыйғызу әрине мүмкін емес. Сондықтан да сабақтың әр кезеңіне түсіндірме жазба ретінде аудиожазбамды қосуды жөн көріп отырмын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы процессор және оның сипаттамалары. Бұл сабақтағы негізгі мақсат процессор функциялары және негізгі сипаттамалармен танысып, оны түсінеді. Ал бағалау критериялары процессордың функциялары мен оның негізгі сипаттамаларын оқиды және ішкі құрылысымен практика жүзінде танысады. Ары қарай сабақ мақсаты қалай орындалады? Жалпы жоспар сабақтың бастапқы кезеңінен соңғы кезеңіне дейін оқушылардың жас ерекшелігін, оқу мақсатын ескере отырып сараланып, Блум таксономиясы негізінде алынып жасалды. Оқу мақсатынан сыныптың деңгейіне қарай сабақ мақсаты құрылды, ал сабақтың мақсатына жету үшін бағалау критерийлері нақты, өлшемді және қолжетімді етіп ұсынылды. Сабақтың орындалуына сабақтың басынан соңына дейін әртүрлі тапсырмалар, ой қозғау сұрақтары, ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес жоспарланған. Тапсырмаларды орындау барысында жеке жұмыс, жұппен, топпен және ұжымдық үлгідегі жұмыстар жасалды. Жаңа термин сөздер кездесті ме сендерде? Иә. Енді кітапқа назар аударып қарайтын болсаңдар, 19 беттегі ең соңында сары блоктың ішіне жазып қойған 3 сөздік термин сөздер кездесіп тұр, иә? Порты вывода выход. Ports input output. Жақсы. Мысль характерлерде мінез құлыққа жауапты орталық нерві жүйесінің меңгеру торабы. Ол бірнеше бөлімнен тұрады, сопақшами, арталық ми және үлкен ми сыңарлары бөлімдерден тұрады. Ойлау орталығы және тағы басқа орталықтары болады. Яғни бұл жерде көру орталықтары, бұл жерде сөйлеу, ойлау орталықтары болады. Адамның топпен оққан кезде адамның миы деп көрсетіліп тұр, иә? Қазір қыздардың түсіндіріп отырғаны осы адамның миы жалпы құрылысы. Компьютерге ұқсайды дейді. Компьютер берілген программа бойынша жұмыс істейтін қарапайым миы бар монитор. Ғалымдар компьютер мен адамның миы ұқсайды деп айтады. Біз шолу жасадық. Біз не үшін шолу жасадық? Өйткені бізде бүгінгі өткен сабағымыз қалай болып тұр? Компьютер процессор және сипаттамалары. Процессор және оның сипаттамалары, яғни компьютердің миы деп айтамыз. Қазір процессор бойынша сипаттамасын жасаймыз, иә? Енді қазір балалар түсіндіреді. Бізде сендер жаңа кітаптан көріп оқығандарыңды барлығын енді көзбен көреміз, иә? Практика жүзінде. Шын мәнісінде ол қай жерде орналасқанына блоктың ішіндегі сендер оқыған барлық техниканың қажетті заттардың бар осының ішінде. Ал балалар көрсе ойындар? Бағана Дана мен Айша айтып кеткендей, бұл тоже ми сияқты түрлі бөліктерге бөлінеді. Және де бұл бастапқысы ол блок питания. Бұл жерге энергия келеді және де ол барлық бөлшектерге шина арқылы тарай бастайды. Шина яғни осы блок питаниядан алынған энергияны материнский плата немесе басқа да бөліктерге жібереді. Қазақша, аналық тақша, ағылшынша мазерборд. Бұның ішінде процессор орналасады, ОЗУ, ол кратковременная память дейді, бейнетақта, сопроцессор, видеокарта дейді, биос болады. Мынау кулер, ол процессорда суыту үшін керек. Процессор өте жоғары температурада істеген соң, оны жақсылап неғылу керек, суыту керек, сол үшін кулер керек. Сол мынау жесткий диск, бұның ішінде компьютердің ішіндегі памяти болады. Ол память жоғалмайды ешқайда. Бұның размері 128-ден бастап 1 терабайттан жоғарғы кете береді.
бұл жерде қалған нелер деректер сақталады. Мысалы ютубта көретін видеоларымыз, суреттеріміз, егер де озудың памяти бітетін болса, онда ол бүкілі тазарып кетеді да қайттан жиналып бастай береді. Ішкі құрылысы түсінікті болды ма? Біз енді жаңа барлығымыз топпен мәтінмен таныстық және оны айтып шықтық, барлығымыз түсіндік. Енді осыны шын мәнісінде сіздер практика жүзінде көріп шықтыңдар. Бұл да компьютердің дейін айтып шықты. Енді екеуінің салыстыра отырып балалар айырмашылығы бар ма? Ұқсастығы қандай да бір? Қандай айырмашылық ұқсастығы бар екен? Кім айтады? Айта ғой. Адамдар шығарған, ал адам миы бәлек-бәлек мың жыл революция дамып шыққан. Ал адам эмоция сезіне алады. Сезіне алады. Ал процессор бізде жүйелі блоктың ішінде жалпы сезіне ала ма эмоцияны? Жоқ. Сезіне алмайды. Ең басты ерекшелік осы екен. Бірақ мен отыра ғой дерсіз. Тапсырмаларды орындау сабақтың ортаңғы кезеңіне жоспарланған. Осы кезеңде саралаудың диалог және қолдау көрсету, сонымен қатар қарқын тәсілі көрініс табады. Әр оқушыны тапсырма орындау барысында тапсырмадан кейін қалыптастырушы бағалау негізінде бағаланып отырды және әр оқушыға кері байланыс ұсынылды. Қазіргі заманда біздің заманымызда көптеген процессорлардың түрлері шығып жатыр. Процессорлар медициналық, бизнестік және білім беруде қолданылады. Процессордың ядролары олар көптеген телефонда, компьютерде және тоңазытқыштарда болады. Заманауи процессорларда екі түрлі болады. Ал ойын ойнайтын компьютерлерде 4 түрлі процессорлардың ойында болады. Сол үшін ойын ойнаған кезде компьютер қаптайтын болады. Процессорлардың көп түрлері бар. Мысалы, арифметикалық, логикалық құрылғы ол барлық математикалық және логикалық операцияны орындайды. Ал басқару құрылғысы бұл процессорлардың командалардың тізбектеніп орындалуын қамтамасыз етеді. Кешшат дегеніміз бұл ақпараттарды уақытша сақталып тұратын кішігірім құрылғы. Ал регистрлар дегеніміз бұл команда мен процессорлардағы өңделген ақпараттарды сақтайды. Процессор разрядтылығын бір тәттеуінде алатын беттер санымен анықтайды. Ең кішісі бізде екілік разряд деп аталады. AM әлемінде бір разрядтылық деп аталады. Ал если 32 разрядты болса, процесс 32 разрядты деп аталады. Процессор өңделетін деректері жедел жад деп аталады. Бұл тапсырма нәтижесін жақсартуға бағытталады және тапсырманы қандай деңгейде орындағанын, сабаққа қатысу белсенділігін көрсетеді. Іс-әрекетінің бағалануы оқушының ынтасының жоғарылауына оң ықпалын тигізеді. Бұл сабақта жұптық, топтық жұмыстарды жасалынған негізгі мақсаты ынтымақтастық, топтық жұмыс барысында бір-біріне деген жылы қарым-қатынастар дамиды. Процессор разрядтылығы. Молодец. Келесі. Оптикалық кесімшектері. Молодец. Аналық тақша. Аналық тақша. Компьютер. Процессор интерфейс. Процессор ядросы. Процессордың кешені. Молодец. Ядро, процессор. Ұяшықты регистр. Арифметикалық, логикалық құрылғы. Молодец. Ең қиын сөздер еді. Процессорның ядроның саны. Молодец. Айта ғой. Жедел жад. Жедел жад. Жарайсыздар балалар, жалпы мына сабақты сендер жақсы түсінген екенсіздер. Ынтымақтастық тыңдау дағдылары қалыптасады және сындарлы көзқарас дамиды. Қарым-қатынастарды қалыптастыру кезінде сыни ойлау қабілеті шыңдалады. Өзгелердің идеялары мен ойларын тыңдайды, құрметтейді, яғни академиялық адалдық сақталады. Бұл тұста саралаудың жіктеу тәсілі көрініс табады. Оқушылардың күнделікті өмірдегі іс тәжірибесіне сүйене отырып, сабаққа белсенділігін арттыру, тақырыптың анағұрлым жеңіл болу үшін ой қозғау сұрақтарын талқылауды жөн көрдім. Миға шабуыл әдісін қолдана отырып, өткен сабақ пен жаңа сабақты ұштастыру мақсатында оқушыларға ой қозғау сұрақтарын беріп, оқушылардың жауаптарын тыңдадым. Жалпы бұл әдісті қолданудағы негізгі мақсат қандай да болмасын ақпарат туралы бар білгендерін ауызша айтып, өз ойымен бөлісу.
ал тиімділігі оқушыларға сұрақ қою, проблеманы зерттеу арқылы ой өрісін дамыту, ойын еркін жеткізу болды. Бұл кезеңде оқушылар презентациядағы немесе алдарындағы оқулықтағы суретке қарап, сұрақтарға жауап беру арқылы өзінің өмірлік тәжірибесімен еркін ой бөліседі. Яғни суретте әртүрлі соңғы үлгідегі техника құрылғылары бейнеленген жүйелік блоктың түр-түрі беріледі. Ой қозғау сұрақтарына жауап беру мақсатындағы ұжымдық талқылау жүргізілгенде, оқушылар тіптен қолындағы смартфонның ішінде де процессордың орналасқандығына көзі жетті. Ары қарай шашыратылған әріптер әдісі арқылы оқушыларға екі топқа біріктіре отырып шашылған әріптерді ұсындым. Бұл әріптерден оқушылар сөздер құрастырып, сөздерді бір-бірімен екі топқа жалғай отырып сөйлем шығарды. Бұл сөйлем бүгінгі сабақтың тақырыбы болатын, яғни процессор және оның сипаттамалары. Жаңа білімде сабақ мақсатына жету үшін қандай материал қарастырылған? Жалпы жаңа білімді, яғни теориялық мазмұнды оқушылар меңгеру үшін мен Jigsaw әдісін пайдаландым. Яғни екі топқа оқулықтан екі түрлі абзацты бөліп беріп, сол теориялық мәтінді оқушылар бірінші өздері жеке оқыды, ары қарай топ ішінде бір-бірімен нені оқып зерделегенін бір-бірімен талқылап, ой бөлісті. Содан кейін екі топ арасында бір-бірімен пікір алмасу, сұрақтар қою, сұраққа жауап беру арқылы бүгінгі сабақтың теориялық білімін меңгерді. Мен бүгінгі сабақта адам миы мен компьютердің процессорын салыстырып, айырмашылығын білдім. Молодец. Келесі. Мен бүгінгі сабақта процессордың құрылысын және оның түрлерін түсіндім. Мен бүгінгі сабақта процессордың разрядтылығын қалай разрядталатынын түсіндім. Бүгінгі сабақта тактілік жиіліктігін және де зарядтылығын кеш жағын түсіндім. Молодец. Оқушының нені оқып меңгергенін, нені оқып зерделегенін білу мақсатында және сабақты бекіту, қорытындылау үшін өз ойын жазып, жауап беруге, жеткізуге мүмкіндік жасау. Бұл тұста жүректен жүрекке әдісін қолдандым, яғни оқушыларға жүрекше парақшалар таратылып, бүгінгі сабақта нақты нені меңгерді, нені түсінді және сабақтың қай тұсы сәтті, қай тұсы сәтсіз болды оқушы үшін. Яғни оқушылар ішкі эмоциясымен бөлісті.